Экзаменге дайындық, автодром достық. Дәл осында коврик машинамен тапсырамыз. Бірінші сиденьені тұралап аламыз, сосын ремень тағамыз обязательно. Енді боковойнан түсіреміз. Мына сол жақтағы L, оң жақтағы R. Басамызды басты көтеріп қараған кезде бізге дөңгелек көріну керек, еңкейіп қараған кезде машинаның арты көріну керек. Сосын оң жағын басамызда оны түсіреміз. То же самое басты көтеріп қараған кезде жер және дөңгелек көріну керек. Неге? Потому что линияның бәрі жерде ғой. Дәл осылай түсіріп аламыз. Басты көтеріп қарағанда көрініп тұру керек. Солға жағамыз да бастаймыз енді. Мына старттың линиясынан қазір қалай өтеміз? Өттік пе міне, поворотник өшіре берсек болады. Ограничение полностью 20. Цветомерге қарап отырамыз. Дәл осылай асықпай. Енді мысалы асығуы мүмкін, как бы үйреніп қалған соң. Алдымызда эстакада, подъемнан капоттың алдынан мына линия көрінбей қалады. Көрінбей қалған екен дополнительно жүреміз да тоқтаймыз. Өйткені стоп знак санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше жүре береміз. Стоп деген знакқа обязательно тоқтау керек. Эстакадаға газбен шығып, арғы уже аяқ торымызда тұрады. Өйткені спуск қой. Түсіп жатқан кезде уже поворотын солға жағамыз. Экзаменде каждый поворотта поворотын жағамыз обязательно. Біздің иығымыз мынау бордюрға келіп жатыр, немесе боковойна мынау сплошной линия келіп жатыр ма? Рульді бір оборот бұрдық, осы бір оборот бұрғанымыз жетеді. Артымыз идеал, алдымыз идеал. Полосаға кіріп жатырмыз ба? Рульді сол бір оборотты қайтадан қайтарамыз. Знак біріншісі грузовой, екіншісі легковой. Мына үлкені грузовойдікі, екіншісі біздікі. Солға жағамыз. Боковойна мына бордюрдің бойына келіп жатыр ма? Дәл солай бір оборот бұрдық, осы жетіп жатыр міне. Кіріп жатырмыз ба? Рульді қайтарамыз. Алдымызда змейка, 90 градус поворот. Бұндай тар жерлерде бірінші машинаның басын шығарамыз. Машинаның басын шыққан қалай білеміз? Боковойна немесе рульді әппесек болады. Келеді ма, теңесті ма, торымызды басып тұрамыз да, рульді до конца бір оборот бұрдық, екіншісі мына бұрылып тірелді. Торымызды жібереміз да жүреміз. Сол жағымызға қарап отырамыз. Артымыз тимеу керек. Міне идеал. Түзу болып жатырмыз ба? Сол қанша рет бұрдық, қанша рет қайтарамыз. То есть екі оборот. Боковойна келді ма? То же самое. Бұрдық до конца жүре береміз болды. Оң жағымыз, пожалуйста, идеал. Енді рульді қайтарамыз. Знакқа қараймыз, оңға қарап тұр, светофорға қараймыз. Қызыл жанып жатыр ма? Сразу бара берсек болады. А если зеленый, убиваем время. Боковойна мынау бірінші знактан өтті, екінші знактың бойына келіп жатыр ма? Рульді бір оборот бұрдық, екіншісін және бұрғамыз. Бұрған күй дәл осылай, бұрған күй тоқтаймыз. Қызыл жанып тұр светофор. Оң жағымыз идеал, сол жағымыз да идеал болады. Жасыл жанады, жүреміз. Жасыл жанды. Жүріп жатырмызда уже рульді қайтара береміз. Неге қайтарамыз? Өйткені оң жағымыз басып кетуі мүмкін. Ақ линияны бассақ, уже экзаменнен құлаймыз. От светофора до светофора бізге 2 минут беріледі. 2 минутта біз өтіп кетуіміз керекпіз. Сол үшін кішкене газды басып жүрген дұрыс болады. Ограничение 20, қайталап айтамын. Алдымызда змейка, 45 градус поворот. Поворотын жағамыз. Біріншісі біздікі, екіншісі грузовойдікі. Бір оборот бұрдық рульді, бір оборот бұрған күй ұстап отырамыз. Осы жетіп жатыр міне. Бет алды бұра берудің қажеті жоқ. Рульді қайтарамыз да, жүреміз дальше. Жол солға қарай кетті. Кеңде олып бұра береміз. Солға бұрып жатырмызда, сол жағымызға бір қараймыз. Оңға бұрып жатырмызда, оң жағымызға бір қараймыз, чтобы артымыз не задеть линию. Тиін деп жатса, уже рульді обратно қайтаруымыз керекпіз. Оң жағымызға қараймыз. Оң жағымызда идеал міне. Знак бізге оңға деп тұр. Осы змейкадан шығып аққанда, эстакадаға қарағанда рульді жарты оборот қайтарамыз, оңға жағамыз. Мына знактан біз өзіміздің денеміз қалай өтеді міне. Рульді сол жарты оборотты қайтадан бұрамыз. Бұрған күйі ұстап отырамыз. Оң жағымыз міне идеал, сол жағымыз да идеал. Знак светофор қызыл болып тұр, рульді қайтарамыз да, дәл осылай бұрылған күй тоқтаймыз, болды. Четко. Жасыл жанды жүреміз енді. Алдымызда күтіп тұрған парковка на выбор үшеуі болады. Мынау знакқа қарасаңыздар, біріншісі грузовой, бұған кіріп кетуге болмайды. Енді бізді күтіп тұрған алдымызда парковка, поворотник жағамыз. Каждый поворотта поворотник обязательно жаңа айтып өткендегідей. Парковка задним ходом. Мынау ара сөздік сары линия бар, осыдан бастап уақыт кетеді. То есть парковка кіретін уақыт 2 минут, кіріп шығуымызбен 2 минут беріледі. Сол жаққа жақынырақ аламыз осылай. Мынау сары линияға ориентирламыз. Иыққа келу керек, келді. Артық есікке келу керек, келді. Міне бас шығарып қарауға болады. Рульді до конца оңға бұрамыз да, сол жағымызға қараймыз. Сол сары линияны іздейміз. Көрінді ма, көрген екен кішкене алға жүреміз, чтобы полностью көру үшін. Бар екен жағамыз, артқа саламыз, рульді до конца солға бұрамыз, 4 оборот. Сол жағымызға қарап отырамыз. Біз мына линияның бойымен кіруіміз керекпіз. Линияның бойымен кіріп жатыр ма? Это очень хорошо. Значит, біздің оң жағымызда идеал болды деген сөз. Рульді кішкене бұрып, қайтарып ориентировал болғанға болады. Оң жағымыз біздің идеал болды. Егер алдыңызбен боковойнан ориентировалмай жатсаңыздар, басты шығарып былай қарауға болады. Сары линиямен машинаның көзі бірдей болса болды. Рульді қайтарамыз 2 оборот, сол жағымызға қараймыз да, ақ линияны басамыз. Бастықта
санаймыз 1 2 3 4 5 аварийканы өшіреміз, дыға саламыз, оңға жағамыз да шығамыз. Енді машинаның басын шығарамыз, боковойнама сары линияның бойына келу керек. Келген соң рульді до конца оңға бұрамыз да оң жағымызға қарап отырамыз. Енді оң жағымыз біздің линияның бойымен идеал, алдымыз біздің идеал. Жақсы. Осымен парковка бітті. Знак бізге оңға деп тұр, оңға жағамыз. Біз екінші парковкаға кірдік, значит басқа парковкаға кіруге болмайды экзаменде. На выбор үшеу болады, біз біреуіне ғана кіреміз, есте болсын, басқасына кіруге болмайды. Это у нас третья, оған кіру керек емес. Знак оңға деп тұр, оңға жағамыз. Рульді жаңағыдай бір ауырып бұрдық, сабыр осы жетіп жатыр. Светофор, если зеленый горит, убиваем время, если красный, сол сразу барсақ болады. Осылай жүрген кезімізде бізде аварийный остановка деген бар, сиренаның дауысы шығады. Сіздер 3 секундтың ішінде тоқтап қалу керексіздер. Сиренаның дауысы қалай шығады? Мынандай дауысты естисіздер ма? Тоқтадыңыздар да аварийканы жағасыздар. Мынаның дауысы өшеді ма? Аварийканы өшіреміз, дальше жүре береміз. Есте болсын. Оған тоқтамасаңыздар, оғанда штраф беріледі. Иық мына бордюрға келіп жатыр, немесе боковойна мынау иық, то есть бордюрдан өтіп жатыр, боковойна линияға келіп жатыр ма? Рульді бір оборот бұрамыз, болды, осы жетеді. Идеально линияның бойымен жүре береміз. Мені полосаға кіріп жатырмыз ба, рульді обратно қайтарамыз. Сол кезде мені, пожалуйста, сол жақ идеал, оң жағымыз идеал. Алдымызда жыды проезд, капоттың алдынан көрінбей қалған екен, дополнительно жүріп тоқтаймыз. Тоқтаған кезде санаймыз. Полный остановкадан кейін 1 2 3 4 5. Знактан қалай өтеміз? Поворотник солға жағамыз. Дальше то же самое, как обычно, поворот иық бордюрға, немесе боковойна линияға бір оборот бұрдық, жетеді. Осымен поворотқа идеально қайтып кетеміз. Параллельная парковка, екіншісі босады, солға жағамыз да барамыз. Парковка біздің оң жағымызда, значит оң жаққа жақынырақ аламыз. Сары линияның ориентир, бұрышы, оңға қарап отырамыз да бұрышымызды іздейміз. Енді асықпай, осылай мен артқы дөңгелегімізбен немесе ручкамен артқы бұрыш теңесті ма, аварийканы жағамыз, артқа саламыз, рульді до конца оңға бұрамыз. Сол жағымызға қараймыз да жүреміз. Мансар көтеріп қойып. Или камерадан көріне ме, көрінбей ме енді сіздерге. Сол жағымызға қарап бұрышымызды іздейміз. Анау көрінген сары бұрыш бірінші бұрыш. Екінші тағы да ақ бұрышты іздейміз. Ақ бұрыш көрінді ма, болды. Енді рульді выравниваем, артқа жүреміз да мына арасыздық сары линияны басамыз. Шынаге бастық, тоқтаймыз да рульді солға бұрамыз до конца, оңға қараймыз. Осылай келеміз да и стоп. Машинаның кузовымен сары линия бірдей болды ма, значит идеал. Немесе жанымыздағы сары линиямен бірдей болдық па, шығып көрсейін болмаса. Чтобы сіздер үшін. Егер сары линияны басатын болсақ, экзамен класс береді. Дәл осылай тұрамыз ба, это уже идеал считается. Ақ линияны дұрыс баспаған жағдайда бізге 20 балл беріледі. Енді дыға саламыз, аварийканы өшіреміз, солға жағамыз да жүреміз. Бірінші емес, анау арғы полосаға түсіп кетеміз. Неге? Өйткені мына жерде жол жоқ. Как раз зеленый горит. Успеем. Знак бізге оңға деп тұр, оңға жағамыз. Осы пешеходтан көбісі қателеседі. Боковойна, знактың бойына келіп жатырма стоп деген рульді бір оборот бұрдық, жетеді міне. Бұрған күйі ұстап отырамыз. Машинаның баласы пешеходқа тоқтадық, санаймыз 1 2 3 4 5. Машинаның басы полосаға кіріп жатырма міне. Осы жерде рульді жарты оборот қайтарамыз. Болды, держим. Знак боковойна знактың бойына келіп отырма, сол жарты оборотты қайтарам бір жібереміз. Бұрған күйі ұстап отырамыз. Осымен болды. Финишқа кіреміз. Мына грузовойдың параллельный парковкасы көбісі қателеседі, кіріп кетіп жатыр, қате ол. Мына бұрышқа жақындап оққанда финишта оңға жағамыз. Осымен финиш, пожалуйста.